Қайырлы күн, құрметті оқырман қауым. Бүгінгі күннің күрделі мәселесі болып отырған сыбайлас жемқорлық қоғам өмірінде шешімі табылмай тұрған дерт жайлы кітапханамызда жемқорлық дертімен қалай күресуге болады тақырыбында сұхбат өткізудеміз. Елімізде бұл мәселеге арнайы қабылданған заңдар да, атқарылып жатқан жұмыстар да баршылық. Бірақ осы мәселе әлі толық шешімін таппаған. Жемқорлық қазіргі кезде тамырын жайған бір дертке айналғандай. Бұл дерт әсіресе ел арасында жиі кездеседі. Мысалы, адамдар қандай да бір құжатқа қатысты мәселені пара беру арқылы шешімін табуға тырысады. Сол арақта пара берген өзін де, пара алған адамды да қылмысқа итермелейді. Және қылмыс үшін жауапқа тартылатын білмей де қалады. Республикамызда сыбайлас жемқорлықты реттейтін бір қатар нормативті құқықтық актілері қабылданған. Бүгінгі өткізгелі отырған онлайн тікелей эфирде кездесуіміздің қонағы Панфилов ауданы әкімінің орынбасары Құрбанов Шухрат Бурхандинұлы. Қонағымызды қосайық. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, Құрбанов Шухрат Бурхандинұлы? Сәлеметсіз. Естіп тұр ма? Сәлеметсіз. Кітапханамызда өткізгелі отырған жемқорлық дертімен қалай күресуге болады тақырыбында онлайн кездесуімізге қош келдіңіз. Рахмет, өте күрделі, өте керек тақырыпты атайын деп отырсыздар. Сондықтан сұрақтарға жауап беруге мен дайынмын. Рахмет. Қонағымыз көрінбейді. Бізге қонағымыз көрінбейді. Видео көрінбейді. Дауыс естіле ме? Даусыңыз естіліп тұр, иә? Сұрақты бере беріңіз. Қазіргі кезде шешімін таппай тұрған жаңа көптің көкейінде жүрген жаңа сыбайлас жемқорлық жайында айтып өтсеңіз. Негізгі сыбайлас жемқорлық деген ұғым соңғы кезде бұл бұрыннан тарихта болып жатқан дүние, бірақ негізгі заң түрінде бұл кейіннен қатты қолға алынып жүзеге асырып жатқан бір індет десек те болады. Өйткені сыбайлас жемқорлықтың ең бастамасы тарихқа кішкене тоқталатын болсақ, 92 жылы бұл заңның негізгі басталған, содан кейін 98 жылы бірінші заң қабылданған, содан кейін барып 2015 жылы жаңа заң қабылданды, осы жаңа сыбайлас жемқорлыққа қарсы деген. Жалпы біздің бүгінгі күнде қоғамда сыбайлас жемқорлық бұл еліміздің ұлттық мүддесіне, экономикалық қауіпсіздігіне өте қатты кедергі тигізіп жатқан індет. Бұмен біз бәріміз күресуіміз керек. Бүгінгі таңда егер біз Қазақстанды алатын болсақ, негізгі осы рейтинг жүргізетін шетелдік бір компания бар. Солар рейтинг жүргізген. Сол рейтингтің нәтижесі бойынша біз 2018 жылы біз 124 орында болғанбыз 180 мемлекеттің арасында. Былтырғы жылы біз 13 орындамыз. Сонда біздің бүгінгі күнде мемлекетіміздің бәріміздің істеп жатқан жұмыстың кішкене болса да нәтижесі бар деп есептеуге болады. Өйткені біз кішкене болса да алға жылжыппыз. Бірақ жалпы бұл мақтанатын нәрсе емес. Бізде сыбайлас жемқорлықтың несі өте жоғарғы деп есептелетін бір мемлекеттің біріміз біз. Соның қатарына кіреміз. Рахмет, дұрыс айтасыз. Бірақ сіздерді біз эфирде көре алмай отырмыз, дауыстарыңыз естіледі, өздеріңіз көрінбей тұрсыздар. Дегенмен де мына бір екі сұрақты қоя кетейін. Жаңағы жемқорлық дегенді қалай түсінесіз? Жемқорлық деп, енді жалпы сыбайлас жемқорлық екеуіні бөлуге болмайды. Бұл жемқорлық бар жерде сыбайлас бар, сыбайлас бар жерде жемқорлық бар, екеуіні бөлуге болмайды негізі.
Өйткені орысшаға аударатын болсақ, жалпы бір сөзбен айтылады бұл коррупция деп. Жемқорлықты мен енді ала беру, өзінің істеп жатқан лауазымдық орны пайдаланып, содан жеке өз басына пайда көру деп, соны жемқорлық деп есептеймін негізі. Рахмет. Тағы бір сұрақ, көптің көкейінде жүрген, былай дейді, лауазымды қызметкерлер дейді, таныстарын пара алу арқылы жұмысқа орналастырады. Қаншалықты шындық? Бұл сыбайлас жемқорлыққа жата ма, әлде құқық бұзушылыққа жата ма дейді. Дегенмен де құқық бұзушылыққа жатыр. Бұл енді сыбайлас жемқорлықты құқық бұзушылықпен енді бөлуге болмайтын шығар деп ойлаймын мен негізі, заң түрінде. Өйткені сол құқық бұзушылықтың бір тармағы деп есептесек те болады сыбайлас жемқорлықты. Соның ішіндегі. Сол үшін ол сыбайлас жемқорлық жасаған адам, ол құқық бұзушылық жасаған адамның қатарына кіреді бәрібір де. Сол үшін бұл екеуіне бөлуге болмайды негізінен. Бірақ жаңа сіз айтып жатқан мәселе ол жоқ деп айтуға болмайды. Ондай мәселелер кездеседі, ондай мәселелер бар. Бұл жаңағы жемқорлық сыбайластыққа жатады. Әрине бұл қылмыстық іс. Рахмет, дұрыс айтасыз. Енді бір әріптесіміз сұрақ қойып жатыр, кіші шыған ауылдық кітапханасының кітапханашысы былай деп сұрақ береді. Сыбайлас жемқорлық елдің экономикасының дамуына кедергі жасай ма дейді? Әрине жасайды. Мен жаңа басында айтып кеттім ғой, бұл сыбайлас жемқорлық елдің ұлттық мүддесіне, экономикалық қауіпсіздігіне өте өзінің несін тигізетін індеттің біреуі деп. Жалпы жаңа осы коррупцияны латын тілінде егер аударатын болсақ, латын тілінен, бұл жаңағы мемлекеттік организмдің қарым-қатынасты бұзу деп аударылады екен. Сондықтан бұл сыбайлас жемқорлық болған жағдайда біздің бүгінгі күнде істеп жатқан еліміздің, президентіміздің, мемлекеттің істеп жатқан саясаты бәріне тамырынан шауып жіберетін індеттердің біреуі. Сондықтан менің ойым, біз бұл індеттен құтылуымыз керек. Бұған бәріміз қоғам болып, бәріміз күресуіміз керек бұл індеттен. Сонда ғана біздің жаңағы елдің экономикасы ары қарай дамып, жақсы жолға біз басқа елдер сияқты, мысалы үшін осы сыбайлас жемқорлықты жоймаса да сол аз мөлшерде бар мемлекеттердің қатарына кіруіміз керек. Рахмет. Тағы бір аудандық кітапханада Шекер Құдайқұлова әріптесіміз былай сұрақ қойып отыр. Құқық бұзушылық пен сыбайлас жемқорлықтың айырмасы неде дейді? Келіп түскен сұрақ қой. Мен бағана айтып кеттім, бұл екеуін енді құқық бұзушылықты біз мысалы үшін былай есептейміз. Құқық бұзушылық ол бұзақылық, ол төбелес, ол арақ ішкен, ол бәрі құқық бұзушылық. Сыбайлас жемқорлық бұл одан терең кеткен құқық бұзушылықтың соның бір тармағы деп есептесек те болады. Содан терең кеткен. Бұл сыбайлас жемқорлық, өйткені сыбайлас жемқорлыққа бізде заңда әкімшілік жаңа уголовный дегеніміз әкімшілік жаңағы сонда нелер қарастырылғанда, сол үшін бұл құқықтан бөлек болмайды. Бұл да соның қатарында заңда бұл солай көрсетілген. Сыбайлас жемқорлықты жасаған адам ол жаңағы әкімшілік жазалауға тартылады. Соңдан барып жаңағы уголовный деген таппай жатқан ма? Заңды жазалауға тартылады. Сол үшін бұл болмайды деп есептеймін. Иә, дұрыс айтасыз. Енді бір сұрақ, Қазақстанда жемқорлық жойылуы мүмкін бе дейді? Жақын арада. Жақын арада деп айтпаймын. Мен бағана мысалға келтірдім. Біз бір жылдың ішінде 180 мемлекетті есепке алған кезде біз 124-ші орыннан 113-ші орынға көтеріліппіз бір жылдың ішінде. Сондықтан егер осындай қадамдан жүретін болсақ, біз әрине әлі ұзаққа кетеміз.
бірақ бүгінгі күнде біздің мемлекеттің саясаты, жалпы президенттің саясаты осы сыбайлас жемқорлықты түбінен жоюға біз жұмыс жасап жатырмыз. Оған жаңағы өзінің лайықты жаңағы заңдар бәрі қалыптасқан. Мен бағана айтып кеттім, 92 жылы несі басталса, бірақ 2015 жылы соның жаңа күнделікті өмірге шетелдің нелеріне алып біз жаңадан неге көшіп жатырмыз. Мен ойлаймын, егер біз бәріміз қоғам болып осымен жұмыс жасайтын болсақ, бізде қазір мысал үшін Астанада басталған адалдық алаң деген бір жоба бар. Соны біз өзімізде Жетісу адалдық алаңы деген жобамен жұмыс жасап отырмыз. Сонымен қатар мына жаңағы бір терезелік нені қалыптасып жатыр қазір барлық жерде. Адамның қарым-қатынасын жоғалту үшін. Осының бәрі сыбайлас жемқорлықтың жаңағы болдырмаудың жолдары. Бұның сыртында біз жаңағы біздің жас ұрпақ, біздің келешегіміз осы сыбайлас жемқорлықтан ар болу керек. Бұған жақынды жоламау керек. Сондықтан біз бүгінгі күнде мектепте, студент колледждер мен университеттерде осы тақырыпта көптеген шаралар жүргізіп жатыр. Адал ұрпақ, таза сессия деген сияқты үлкен нелер әр қашан өткізіліп жатыр. Біз осы қоғамды, біз жастарды осыған тәрбиелеп, біз осыған жеткізуіміз керек. Сонда ғана біз жаңа сыбайлас жемқорлықтан айырыламыз деп есептеймін. Әр адам, әр осы ненің қоғамның мүшесі осымен күресу керек. Сонда ғана біз бұны жеңеміз. Рахмет. Қайырлы күн, жақсы сұхбат өтуде дейді. Рахмет деп пікірлерін білдіріп жатыр оқырмандарымыз. Жаңағы бір оқырманымыз, кітапханашымыз айтады, қоғамда жемқорлықты болдырмау үшін қандай жағдайлар туғызу керек дейді. Сұрағы. Жаңа айтып өттіңіз. Жаңа біразды айтып өттім ғой. Біз жаңағы осы қалыптасқан немен ары қарай жұмыс жасауымыз керек. Біз сыбайлас жемқорлық қайдан шығады деген сұраққа кішкене не қылатын болсақ, сыбайлас жемқорлық біз жаңағы адамның өзінің ниет емес шығар. Мүмкін адам өзі соған барады. Мысалы үшін менде мүмкіндік бар, мен неге баламға диплом алып бермеймін деген сияқты, неге мен аттестат алып бермеймін деген сияқты ұғымдар пайда болады да, бұл жаңағы заңдылықты дұрыс түсінбегендіктен шығады. Біз осыны жоюымыз керек. Біз сонда ұғымдан айырылуымыз керек. Сонда барып біздің келешегіміз ашық болады, ақ болады деп ойлаймын мен. Рахмет. Дағы бір Жаркент қалалық кітапханашылар былай деп сұрайды. Жемқорлыққа қарсы шыққан заңдардың қанша проценті орындалды дейді. Деген сұрақ келіп түсті. Жемқорлыққа қарсы шыққан заңдардың қанша проценті орындалды дейді. Ондай мағлұмат енді ешкім бере алмайды шығар, қанша проценті орындалды деп. Бағана мен айтқаным, жылдан жылға мына қоғамның несі дұрыстап келе жатқанның арқасында, соңын ел ішінде мына бүгінгі күнде болып жатқан ненің бәрінің арқасында жаңа заңдарға өзгерістер енгізіп жатыр. Өзгерістер енгізіп жатқан себебі ол бір жағы ол жерде тақырыпты нелер бар, бөлімдер бар, күшейтетін нелер бар, баптары. Ол жақта соңын барып басқа баптар. Мысалы үшін бүгінгі күнде біздің жаңа сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттіктің өзінде жаңағы негізгі 3 құндылықты ұстап отыр бүгінгі күнде агенттік. Ол әділдік, парасаттылық, сенімділік деген. Осының бәрі бүгінгі күнде заңның қандай дүниеге мына біздің агентство қандай мақсатпен жұмыс жасап жатқанын көрсетеді деп ойлаймын. Біз қазір тек қана сол пара берген, әйтпесе сыбайлас жемқорлық жасаған адамды ұстап, соны түрмеге қамап, әйтпесе жазалау емес. Біз бұны алдын алуымыз керек. Біз бұны күресуіміз керек бәріміз. Бүгінгі заңның несі ондай. Жемқорлық індет, оны жою бәрімізге міндет дейді. Дұрыс айтасыздар. Енді өзіміздің арнайы сұрағымызға көшейік. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев қандай кітап оқып отырсыз атты эстафетасын жолдаған еді.
Соған байланысты өзіңіздің соңғы оқыған кітабыңыз жайында айтып өтсеңіз. Енді жалпы осы жақын арада президенттің айтқан сөзінде де біз қазір мына той думаннан бәрін өтіп, біз тек қана жаңағы білімге көшеміз деген сөздерді айтып жатырмыз ғой. Сондықтан мына әдеби кітаптарды оқу, ол біздің рухани байлығымызды көбейту деп түсінемін мен өзім. Енді бүгінгі таңда біз енді қазіргі заманның өзі соған кеп тұр. Мына біздің мемлекеттің келешегі қалай болатынды, біз қандай дәуірде өмір сүріп жатырмыз деген тақырыптарды мен көбінесе соған көңіл аударып жүрмін. Жалпы жаңағы мәдени ана кітаптарға қарағанда мен осындай кітаптарды көбірек алдыма түссе соларды оқуға тырысамын. Сондайлар өйткені мемлекеттің келешегі, қазіргі заман қалай кетіп бара жатыр деген сияқты сұрақтар көп ойландырады мені. Соңғы енді оқыған кітабымға келетін болсақ, мына Қуаныш аға, өзіміздің Қуаныш аға Сұлтанов, біздің жерлесіміз, сол кісі берген бір кітап бар, елбасы және қазақ мемлекеті деген. Сол кітапты соңғы оқығаным сол кітап болды. Сонымен қатар енді бұның сыртында енді былай бүгінгі күнде мына жеке адам, соның психологиясы, бүгінгі күнде соның ұстанымы деген сұрақтар, соған көп нелер шығып жатыр, кітаптар. Сондай кітаптарға көңіл аударамын. Рахмет. Биыл белгілі ұлы ақынымыз Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл толуда. Ақын өлеңін жатқа айтпайтын адам жоқ шығар деп ойлаймыз енді. Жаңағы қонақ кәде болсын бізге. Абай ақынымыздың бір өлеңін өзіңіз оқып бересіз бе? Өте дұрыс. Биылғы жылы енді Абай Құнанбаевты білмейтін, Абай Құнанбаевтың сөзімен, өлеңдермен тәрбие алмаған ешкім жоқ шығар деп ойлаймын. Биыл 175 жылдығын тойлағалы отырмыз. Мына бүгінгі күнде мемлекетімізде осы мәселені көп көтеріп жатыр. Жаңағы осы Абай атамыздың күні деп бір мерекені белгілейін деп бастама көтеріліп жатыр. Соның бәріне қоштаймын әрине. Бірақ Абай атамыздың өлеңдерінің бәріне жатқа білем, или көбісін жатқа білем деп мен айта алмаймын, ондай мақталамаймын. Бірақ студент кезімден, осы жас кезімнен көкемде сақталып қалған бір Абай атамыздың сөзі бар еді, соны оқып берейін. Айтқанбаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан. Сенде бір кірпіш дүниеде, кетігін тапта бар қалан. Деген осы менің басымға қатты сіңіп кетті осы сөздер, сол есімде қашанда. Рахмет, рахмет. Тағы бір оқырманымыз мынандай сұрақ беріп отыр. Жоғары жаңа берген сыйлықтың жаңағы коррупцияға жата ма дейді. Қанша теңгеден жоғары берген сыйлық? Ол заңда жазылған, жаңағы екі мәртебеден асып кететін болса, ол жаңағы уже жаңағы сол жемқорлықтың несіне жатады да, заңмен ары қарай қолданылатын неге жатады. Бірақ сыйлықты алмау емес, сыйлықты алып, оны өзіміздің ұлттық қор бар. Алған адам оны міндетті түрде соны өткізу керек. Егер ол сол алған сыйлықты өткізсе, онда ол жаңағы сыбайлас жемқорлыққа жатпайды. А егер ол өткізбей, оны өзіне жеке басына пайдаланатын болса, онда ол жаңағы заңмен қудаланады. А жалпы мөлшері керемет шара өтуде дейді, сәттілік сіздерге деп тілек білдіріп отыр. Еңбегіңіз жана берсін дейді. Рахмет сіздерге. Енді жаңа көп жерде енді мысалға мына медицина қызметкерлеріне жазылып шығып жатқанда, мұғалімдерге гүл беріп жатады ғой өздерінің рахметтерін білдіру үшін. Енді ол сыбайлас жемқорлыққа жатпайтын шығар, гүл беру деген енді. Ол да бір жерлерде әңгіме болып жатады. Біз енді бәріміз мұсылманбыз ғой. Біз үлкенні сыйлап өткенбіз. Біз жаңағы өзіміздің ұстазымызды сыйлап өткенбіз. Сондықтан бір гүлді берген, соңғы кезде соңында неге болмайды деген
қазір нелер жүріп жатыр ғой, сыйлық беруге болмайды, гүл беруге болмайды деп. Бірақ бір букет гүлде меніңше ондай қатты бір нәрсе жатпайтын шығар. Ол біздің өзіміздің сол ұстазға, сол дәрігерге мысалы үшін да біздің шын жүректен шығып жатқан өзіміздің бір қалай десем болады. Енді одан басқа не бар енді гүлден басқа, иә? Рахметімізді білдіру үшін. Мен де қолдаймын, гүл бергенде тұрған не бар деген ой маған да мазалайды да. Гүлде тұрған не бар, ол көңіл ғой. Иә, дұрыс. Енді мына кітапханамызға деген көзқарасыңыз қандай, соны біле кетсек? Мен бағана шет жағасын айтып кеттім, енді біз бәріміз сондай дәуірде өскенбіз ғой. Мысалы үшін менің жастағылар сондай дәуірде өскенбіз. Біз кітапхана біз үшін бір үлкен бір не болатын еді. Біз кітапханаға баратын едік, кітапханадан шықпайтын едік. Ол жерде жаңағы кітаптарды оқудан басқа біз сол кітапханаға барып өзіміздің дәрістерімізді, дайындық жұмыстарымызды жүргізіп өскенбіз жас кезінде. Қазір кішкене заман өзгеріп кетті. Мына интернет неге байланысты кішкене өзгеріп кетті. Бірақ кітапхананың орны мен ойлаймын әрқашанда бөлек. Өйткені кітапхана деген біздің әр адамның рухани байлығы. Рухани байлығы дегенім кез келген адамның қолында қазір интернет болмай қалуы мүмкін. Бірақ кітапханаға барып, кез келген дүниені тауып, соны ізденіп, ары қарай жұмыс жасауға барлық мүмкіндік бар. Сосын кітапханалар, мен өзім студент кезінде кітапханадан шықпайтын едім. Қазір енді ондай мақталмаймын, бірақ өте керек нәрсе деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз, рахмет. Бізде енді мына кітапхана саласында жүргеннен кейін бізге де көрініп тұрады. Осы әсіресе жастардың, жасөспірімдердің кітап оқыған бала мен кітап оқымаған баласының арасындағы айырмашылық кәдімгідей көрінеді. Кітап оқыған балалар өте ақылды, сыпайы, әр кезде де амандасып жүреді. Сондай жақсы. Мен енді сол бәрінде осы кітап оқуға шақырамын, кітап оқысын. Кітап деген ол жаңағы, дұрыс айтасыз, рухани жан азығымыз. Енді осы тікелей эфирде кездесуімізге қабыл алып, қатысқаныңызға үлкен рахмет айтамыз. Тек жақсылықтарда кездесе берейік. Еңбегіңіз табысты болсын. Жанұяңызға бақыт тілейміз. Осымен тікелей эфиріміз аяқталуға тамам. Енді тікелей эфирге қатысып отырған қатысушыларға да үлкен алғысымды білдіремін. Көп-көп рахмет айтамын. Кездескенше күн жақсы болсын. Рахмет. Сіздерге де көп-көп рахмет. Осындай тақырыпты көтеріп, мына бүгінгі күнде біздің сыбайлас жемқорлықтан құтылуының жолдары біз жаңағы осылай бәріне жеткізуіміз керек, бәріне айтуымыз керек. Көп нәрселерде ел білмей қалады, естімей. Біз заңды білуіміз керек. Өз мүддеміз осыған барлықтарына шақырамыз. Біз қоғам болып, ел болып жұмыс жасайтын болсақ, біздің мемлекетіміз ары қарай дамып өрлей береді. Рахмет. Рахмет, дұрыс айтасыз.